Армысыздар, несиені мерзімнен бұрын төлеп тастап, тиісті сақтандырудың қалған бөлігін қайтарып алуға болады. Кейбір жағдайда сақтандыру компаниялары қалған қаражатты қайтарып беруден бас тартуы мүмкін. Бірақ ондай кезде сотқа жүгіне аласыз. Мұны білген абзал. Сақтандыру компаниясынан ақшаны қалай қайтарып алу керек? Сотқа жүгінетін кезде өтінішті қалай жазасыз? Артық ақша төлемеу үшін қай кезде әрекет еткен дұрыс? Бүгін осы тақырыпты талдаймыз. Кредитті ерте жабу қарыз жүктемесінен арылуға мүмкіндік береді. Одан бөлек артық төлейтін ақшаңызды қайтарып алуға да болады. Алайда мұны несие төлеп жүрген борышкерлердің бірі білсе, бірі білмейді. Банктер кредит беретін кезде келісім шартқа сақтандыруды да енгізіп қоюы мүмкін. Яғни несие алатын адамның өмірін белгілі бір мерзімге сақтандырады. Ол әдетте 1 жылға есептеледі. Кейінгі уақытта кредиттің барлық мерзіміне шақталатын болған. Десе де бұл ерікті процедура екенін ескеру керек. Осы ретте мамандар келісім шартқа қол қоймас бұрын құжатты мұқият оқып алу керектігін айтады. Әсіресе қосымша келісімге немесе сақтандыру полисіне қатысты тармаққа мән бергеніңіз абзал. Сізге полистің қолданылуы тоқтатылатын, ал сыйақының бір бөлігі қайтарылатын жағдайлардың тізбесі келтірілген тармақты табу қажет. Мұндай тармақтың болмауы да ықтимал. Я болмаса мерзімнен бұрын өтеудің тізбесінде де көрінбеуі мүмкін. Ондай кезде банк менеджерінен сақтандыру полисіне қатысты шарттарды егжей-тегжейлі сұрап алу керек. Сіздер кредит алуға барған кезде осы сақтандыруды алмасаңыздар, пайызы көп болатындығын айтады банк менеджерлері. Себебі бұл банк менеджерлері мен жаңағы сақтандыру компаниясына өте тиімді бір пайда көзі болып табылады. Егер де сіздер сақтандыру арқылы алсаңыз 23%, ал сақтандырусыз 27% деп мәжбүрлі түрде сізге сақтандыру арқылы несиені алғыздырады. Егер де сіз несиені алып, несиені ерте жапқан кезде, жаңағы сақтандырудың қолданылмаған айлар үшін ақшасын да қайтаруға мүмкіндігіңіз бар. Яғни оны қайтару үшін, егер де сақтандыру компаниясына сіздер шартты бұзуға арыз жіберіп, олар қабылдамаған жағдайда, онда қаржы реттеу агенттігіне арыздансаңыз болады. Айталық, сіз банктен 1 миллион теңге кредит алдыңыз. Қаржы ұйымы сізге 1 миллион 200 мың теңге төлем кестесін жасап берді. Ондағы 200 мың теңге осы сақтандыру полисінің құны болуы мүмкін. Кредитті 12 айға рәсімдедіңіз делік. Міне осы мерзім біткенше сақтандыру полисі жарамды болады. Егер сіз кредитті 12 айға жеткізбей ерте жауып тастасаңыз, онда сақтандырудың қалған сомасын қайтарып алуға болады. Негізі келісім шартты мұқият оқитын болсаңыз, банк пен сақтандыру компаниясы екі түрлі ұйым екенін көресіз. Бірі акционерлік қоғам, екіншісі жауапкершілігі шектеулі серіктестік болуы мүмкін. Кредитті ерте төлеген адам сақтандыру компаниясына барып арыз жазуға құқылы. Сақтандырудың бір бөлігін қайтарып алғыңыз келетінін айтыңыз. Ол арызға сақтандыру компаниясы 15 жұмыс күні ішінде жауап беруі тиіс. Ақшаны қайтаратындарын немесе қайтармайтындарын айтады. Егер сақтандыру компаниясы кредитті ерте жапқан адамның ақшасын қайтарудан бас тартса, сотқа жүгінуге болады. Азаматтық кодекстің 841 бабы бар. Соның бірінші тармағында сыйақының бір бөлігін қайтару негіздері анық жазылған. Сотқа жүгінетін кезде бірнеше құжатты өткізу керек. Әуелі талап арыз тапсырасыз. Одан кейін кредит алған кезде банкпен жасасқан келісім шарттың көшірмесі керек. Несиені ерте жапқаныңызды дәлелдейтін түбіртектің болуы міндетті. Кейбір кезде сот органдары шоттан үзінді көшірме сұратуы мүмкін. Одан бөлек банкке немесе сақтандыру компаниясына сақтандырудың бір бөлігін қайтару жөнінде жазған өтінішіңізді алдыртады. Бұдан бөлек банктың немесе сақтандыру компаниясының сізге берген жауабын өткізуге міндеттісіз. Кез келген банк кредит алған кезде 3 жыл мерзімде жаңағы сіздің сақтандыру жүреді де, сол мерзімнен бұрын жабылған кезде сіз жаңағы өзіңіз алған кредиттің қолданылмаған уақыты үшін сақтандыру ақшасын қайтаруға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін сіз ең алдымен жаңағы қаржы реттеу нарығына жүгінесіз, олардан жауап келіп, оны сот арқылы шешу керек болса, онда сотқа талап арыз жіберу арқылы өзіңіздің арызыңызды тіркейсіздер. Мамандардың сөзіне сенсек, сақтандыру пайдалы кәсіп. Сондықтан қаржы ұйымдарының кейбірі жекеменшік сақтандыру компанияларын құрады. Оны кейін өз холдингінің бір бөлігіне айналдырады. Осы арқылы ұйымдар несиенің пайызынан бірі сақтандырудан екінші табыс табады екен. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине бұл үшін бәрін білген абзал, аман болайық.